аяттар бар. Осы түсірілгенде, сендерге түсірілгенде еріңдер деп бар. Құранда айтып жатыр. Соған қарағанда Аллах мысалы сипаттарына ол үстем дейді, ол үстем жоғары деп жатыр. Онда болса Аллах жоғары тарапта емес пе дейсіз ғой. Жақсы сұрағыңыз орынды. Біріншіден айна деген мәселе керек. Айна деген араб тілде қайда деген. Бұл жаңағы имам Муслимнің сахихтар жинағында келген күн қыз бен пайғамбарымыздың арасында болған оқиғаны негізге алады. Енді бұл оқиғаны негізге алмас бұрын бұл оқиғаның төркініне қарауымыз керек. Бұл оқиға бір пайғамбардың бір күн қыз бен пайғамбардың арасында болған әңгіме. Бірақ бұл риуаят бірнеше жолмен келген. Мысал айтады, бір Муслимде келген хадистің сөзінде былай дейді: бір сахабаның қойшы қызы болады, ол қойды қасқырға жегізіп қояды, сөйтіп оны ұрады, ашуланып, сөйтеді де пайғамбарымызға алып келеді де, мен мынаны азат етіп жіберейінші дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, мені құл бар еді, осындай мен соны жібере салсам қайтеді дейді. Сонда пайғамбар айтады, оны маған алып кел дейді. Енді қараңыздар, не үшін? Оның мұсылман ба, мұсылман емес пе екендігін білу мақсатында ғана. Қараңыздар, оны маған алып кел деді пайғамбар. Ондағы мақсат не үшін? Оның мұсылман еместігін анықтау үшін. Енді қараңыздар, сіздерге сұрақ қоямын. Мұсылман адамның мұсылман ба, мұсылман емес пе, немесе оның исламға кіруін біз қалай білеміз? Және қалай жүзеге асырамыз? Біз бір исламдың қабылдап жатқан басқа ұлттың адамына мінжеге михрабқа алып шығып, Құдай қайда деп, анау аспанда сен жақсы сен бара бер исламға кірдің дейміз ба? Бұл сахабалардың өмірінде орын алмаған нәрсе. Жаңа хадис бар. Хадистің екінші риуаяты бар. Дәл сол оқиға. Бірақ басқа сөзбен келген. Ол Ахмад ибн Хамбал Байхақида келеді. Не дейді? Мән Раббық дейді. Раббың кім дейді? Ана қызды айтады. Енді сіз оқиғаны қараңыз. Пайғамбарымыз ана қызды шақырып алғандағы мақсат не үшін болды? Ол мұсылман ба, мұсылман емес екенін білу болды. Ал білеміз, исламда біз мұсылмандық немен анықталатындығы. Қай бір тарихта оқиға болды ма? Құдайың қайда? Анау аспанда деді, бара берсең мұсылмансың дейді. Жоқ. Сахабалардың бәрі ла иляха илlallah Мұхаммед расул деп кәлима шахадат айтып исламға кірді. Ал енді екінші жаңа дәл сол оқиға, сол күн қыз пайғамбардың арасында екінші риуаят. Және мен айттым, имам Байхақи мен Ахмадта келеді. Не дейді? Мән Раббық дейді. Алла, сен Раббың кім деді? Пайғамбарымыз ана қызға анау айтты, Алла деді. Мен кіммін деді? Анта расул, сен пайғамбарсың. Жібере бер, мына мұсылман деді. Сондықтан Муслимде келген риуаят емес, мына риуаят қалған ғалымдарымыз. Және қайда деген сұрақта ол әрқашанда араб тілінде бір тарапты білдіре бермейді. Енді имам Маликтің Муатта кітабында келеді, хадистер жинағында. Дәл осы оқиға жаңағы күн қыз бен пайғамбарымыздың арасындағы үшінші түрде. Ол жерде не істейді? Пайғамбарымыз жаңа қызға айтады: "Аташхадина ан ла иляха илlallah инни расул". Сен Аллахтан басқа тәңірдің жоқтығына, мен Аллахтың елшісі екендігіне сен куәлік бересің бе? Анау иә дейді. Мынаны жібере бер, мұсылман дейді. Енді осы үш оқиғаның қайсысы исламның негізіне сай келеді? Соңғы екеуі